Дүниенің екі ұшы бар. Бірі пайда, бірі найза дейді атам қазақ. Сол секілді ұлағатты ұстаздарымыздың да балаларымызға әсері екі жақты. Бұлай дейтін себебіміз, Шорнакелді мекеніне қарасты Қызыл әскер мектебінде Азиз Закир деген оқушы жігіттің намысына тиіп, ауыр сөздер айтқан ұстаз Рита апайдың сөздері. Жоқ бал, мен ондай болма дедім тек қана. Ондай болып қалма дедім. Осы жағдайдан кейін оқушы бала нервологиялық аурумен емделіп жүр. Жиналысқа кірген кезде тек қана мені қысымға алды, тек қана мені сөйледі. Қалғандарға сөйлеген де жоқ, тергеген де жоқ. Тек саған ғана шүйлікті мұғалімдер. Басты ең бірінші саған қатты сөйлеген мұғалім. Рита апай болды. Жаңағы сенің намысыңа тиген, аған сотталған деген сияқты әңгіме айтқан. Ол қай апай? Ол Рита апай болды. Ал бұл іске қатысты Кентау қаласының білім бөлімінің басшысы Әділ Мырзадан сұхбат алған болатынбыз. Назарларыңызға ұсынамыз. Жұмыста жоқ, больницада жатыр. Больницада жатқаннан кейін, больницада жатқан адамға мен заңға сәйкес ешқандай шара көремін. 2 айға дейін ол кісі жата алады. Егер ауруының несіне қарай, жаңағы дәрежесіне қарай жата алады. Ал енді ол кісі шықпай, мен ешқандай да шара қолдана алмаймын. Өзінің міндеті бар, ол жерде ол тікелей ол мектептің несіне ол кісі тікелей қолдана алмайды. Ол кісі маған ұсыныс беру керек. Міне ауылда осындай жағдай. Осы жараптан кінәлі деп есептеймін. Сондықтан зерттеу немесе кінәлісі анықталса, тәртіп жауапкершілігін қарау деп маған берілмеді ме бірақ Бүгінгі таңда директорда ұстаз Ритада жұмысқа түскен. Ал білім бөлімінің басшысы Әділ Мырза қандай шара қолданады? Алдағы сандардан көре аласыздар.